армысыздар жалын жүректі, өршіл рухты, биік намысты жастар. Біз бүгін қазақ баспасөзінің патриархы, қазақтың халық жазушысы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Шерхан Мұртаза жайында тереңнен ой қозғап сөз саптайтын боламыз. Қазақ әдебиетінің қаранары, ұлттық журналистиканың сәрбәрі, шындықтың жебесі тәрізді теңеулерді бір бойына сыйдыра білген тау тұлға ол Шерхан Мұртаза. Ол бір бойына қайраткерлік, парасаттылық, шыншылдық, әділеттілік, адалдықты ту ете білген азамат еді. Әр жазушы әдебиетке әртүрлі жолмен, әртүрлі деңгейде келеді. Әдебиетке Шерхан Мұртаза жалғыз өлеңмен, немесе алғашқы шағын әңгімесімен жарық жұлдыздай жарқылдап келген жоқ. Шерхан Мұртазаны жазушы ретінде танытқан 41 жылғы келіншек әңгімесімен «Мылтықсыз майдан» повесі. Шерхан жазушы о бастан түймеде ойдан түйедей роман жазуға бой ұрып, көпірме сөздің көбігімен оқырмандарын қоректендіруге жоқ. Керісінше жинақы сөйлем, сырбаз сөз бен сурет сала білген еді. Жазушының алғашқы әңгіме повестеріндегі ең басты ерекшеліктер адам баласының жан күйзелісі мен ыза мен кектен тығырыққа тірелген шарасыз күйін аса шебер суреттеу еді. Қазақи мінез құлық пен табиғат құбылыстарының адам жанымен астасып, қаз қалпында бейнелеуі. Жазушы бұл шығармаларында философиялық тұжырымдар жасамайды, немесе ұнамсыз құлықтарды шымшылап, әзіл-оспақтың астына алмайды. Кейіпкерлерін көркемсурет галереясындағы көріністей тізбектейді. Шерхан жазушының бұлтсыз күнгі найзағайы ма, мылтықсыз майданы ма, табылған теңізі ме, жоқ көздің жасындай мөлдіреген, кесенің түбіндегі ұрттасаң жұта бергің келетін саумал қымыздай дәмді интернат наны, шекшек шырылдайды, айырбас, ақсай мен көксай, бойтұмар, сусамыр секілді шағын әңгімелері ме, жаратылыс атты ұлы суретшінің қолынан шыққан өмір деп аталатын полотноның қан сөлімен, бұлақ сорымен жұлып алынған қиындысындай шынайы. Жалпы қаламгер қандай тақырыпты қозғаса да, неде қызметтің тізгінін ұстаса да, жастардың рухани болмысының биіктей түсуіне қызмет етті. Шерхан Мұртаза лениншіл жас, қазақ әдебиеті, егемен Қазақстан, жалын, жұлдыз журналдардың бас редакторы болған жылдары баспасөз тарихында қайталанбас құбылысқа айналды. Тәңір оны жүрегіне отты, көкірегіне шоқты, қорамсағына оқты мол салып жаратыпты. Тек атының өзін естігенде ет жүрегің шымырлап, сай сүйегің сырқырап қоя беретіндей. Шираға секілді тұлға болғысы келетін жастар ең алдымен ұлтын, отанын шексіз сүйе білу керек. Сондықтан да мен болашақ ұстаз ретінде оның шығармаларымен жас ұрпақты сусындатып, ұлттық рухымыздың биіктей түсуіне барынша үлес қосқым келеді. Бұл меніңше ұлтын сүйетін әрбір азаматтың асыл парызы болуға тиіс деп есептеймін. Ұлттық құндылық, жалпы адамзаттық құндылықтың алтын діңгегі екенін есі бар азаматтарға түсіндіріп жатудың өзі артық.